Сникерсовый пирог дайындаймыз. Ең алдымен ұнның үстіне сары май салып, араластырып, үстіне какао, қопсытқыш, шекер салып, тағы да араластырып, жұмыртқаны салып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін екі бөлікке бөлеміз. Біреуін үлкен бөлігін астына орналастырамыз, формамыздың кішкентай бөлігін жан-жағына жапсырамыз да, енді шанышқымен түзеп шығамыз жан-жағын. Және де шанышқымен астын тесіп 180 градуста 15 минут пісіреміз. Енді начинкасын дайындаймыз. Арахистің үстіне вареный сгущенканы салып, араластырамыз да, суығаннан кейін коржымыздың үстіне салып, осылай жағып, енді шоколадтың үстіне сұйық май құйып, микроволновкаға кертіп аламыз да, үстіне арахисті салып, енді пирогымыздың бетіне құйып, 2 сағат тоңазытқышқа қоямыз. Осымен пирогымыз дайын, өте дәмді жасап